Сәлем қыздар, бүгін біз өзбек халқының тағамы машхурды, яғни маш көже пісіретін боламыз. Осылай барлық керекті заттарымызды турап дайындап аламыз. Ең алдымен майды қызытып, етті қуыратын боламыз. Етті жақсылап қуырып алып, үстінен пияз салып қуырамыз. Осылай видеодағыдай барлығын ретімен салып қуырып аламыз. Жақсылап қуырып болған соң, машты салып, үстінен су құйып қайнатамыз. Сорпамыз осылай қайнайды. Одан кейін маштың көлемі үлкейіп, ісінген соң, маш жарылмай жатып, күрішті салуымыз керек. Осылай қайнатамыз. Тұзымызды саламыз. Кориандр саламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген приправа салуға болады. Осымен біздің маш көжеміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады.